Сәлем достар, бүгін бізде ерекше рубрика Edu Time. Мұғалім жай ғана мамандық емес, ол нағыз жол басшы. Егер де біздің мұғалімдеріміз басқа мамандық иесі болатын болса, кім болар еді деген сұраққа жауап ойладыңыздар ма? Ал біз қазір соны өздерінен сұрайтын боламыз. Ал олай болса, кеттік. Егер мұғалім болмаса, мен негізі бірінші армандаған өнерім Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы болатын, актерлік мамандығы, театрда. Егер де мен мұғалім болмасам, енді мүмкін актриса болар ма едім. Бала кездегі арманым болатын. Қожа фильміне қарап, мен Сәбира Майқанова сияқты ұстаз болғым келген. Қазір енді арманыма қол жеткіздім. Қазір Сәбира апайымыз сияқты мұғалім болдым. Егер де мен мұғалім болмағанда, негіз мектепте жүргенімде оқып, мен бухгалтер болуға көздеген болатын. Яғни есепші, финанс жағынан. Бірақ енді мұғалімдік жолға бардым, еш өкінбеймін. Мұғалім болмағанда мүмкін осы күнге ең мықты дәрігер болар едім. Өйткені бірінші мамандығым менің акушер. Сондықтан ойлаймын, мықты бір гинеколог болар едім. Енді мен өзім юридический оқығам, адвокат болғым келген болған, прокурор болғым келген болған енді. Мұғалім болмасам, сол екі мамандың біреуін таңдасам. Жас кезімде мен стюардесса по имени Жанна деген өлеңді тыңдап, стюардесса болғанды армандаған. Мен мұғалім болмасам, әскери мамандықты таңдар едім. Мұғалім болмасам, жеке кәсіпкер болар едім. Қазір соны армандаймын, жеке кәсіпкер болуды. Егер мен негізі мұғалім болмасам, журналист болсам ба деген арман болар едім. Өйткені журналист болып, кішкене халықпен тығыз жұмыс жасаған, халықпен жақсы араласқан негізі жақсы көремін. Мен бала күнімде әскери адам болғым келген. Көріп тұрғандарыңыздай, әр мұғалімнің өзінің бала арманы болған. Бірақ та олар ең маңыздысы, яғни бізге білім беріп шабыттандыруды таңдады. Сол үшін мұғалімдерімізге алғысымыз шексіз. Сіздермен бірге болған мен мәдениет және өнер фракциясының жетекшісі Махметова Жансая. Келесі кездескенше.